Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, дәмі аузыңызда еритін, бір жасағана шығатын, меренга қосылған сүзбелі бәліштің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, каналымның дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыз. Ендеше пирогымызды бастайық. Ең алдымен алдын ала електен өткізіп алған ұнымызға майымызды салып, қолдың көмегімен крошка әзірлеп аламыз. Содан соң 4 жұмыртқамызды ағы мен сары уызынан ажыратып, сары уызымызға шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап қасықтың көмегімен араластырып дайындап алатын боламыз. Шекеріміз бен сары уызымыз дайын. Енді қамыр қопсытқышымызды саламыз және де сары уызымызды салып, қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып 15-20 минут көлемінде тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша ортасында салмасын әзірлейміз. Сүзбемізге бір жұмыртқамызды, шекерімізді және де жүгері крахмалынан бір қасығымызды салып, жақсылап қасықтың немесе блендердің көмегімен сүзбелі массамызды жақсылап езіп алатын боламыз. Неке біздің массамыз дайын, енді формамызға қамырымызды орналастырамыз. Неке барлық шетіне жеткілікті орналастырып алдық. Ортасын міндетті түрде тесеміз және де осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Ортасына сүзбелі массамызды орналастырып алғаннан соң қызып тұрған 180 градус пешімізде пирогымызды толық емес 15-20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз 15-20 минут көлемі пісіп болғанша біз алдын ала бөліп алған ақ уызымызды миксердің аз жылдамдығымен бастап араластыра отырып меренга әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде миксердің тіс щелері де және де ыдысымызда қабақ болуы тиіс. Сол кезде біздің меренгамыз ағып кетпейтіндей осылай әдемі болып шығады. Мінекей 20 минут көлеміндегі пісіп шыққан бәлішіміздің үстінен меренгамызды мен дәл осылай орналастырып шығатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша насатканың көмегімен әртүрлі пішіндер жасасаңыздар да болады. Ол өз фантазияларыңызға байланысты. Және де қызып тұрған пешімізде тағы да 15 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Неке достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік. Суытып болғаннан соң кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.